Ақтөбе облысында биыл жыл соңына дейін барлық аудан орталықтарына көгілдір отын құбыры тартылады. Облыстық әкімдікте өңір басшысы Бердібек Сапарбаевтың төрағалығымен өткен кеңесте елді мекендерді газбен жабдықтау мәселесі талқыланды. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының мәліметінше, қазіргі таңда 375 елді мекеннің 101 ғана газбен қамтылған. Онда 695 мың адам тұрады. Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамымен арадағы келісім аясында инвестициялық қаражатқа ұзындығы 293 шақырым болатын газ құбырын Ойыл, Комсомол, Қосестек ауылдарына және Ырғыз ауылына тартты. Жалпы сомасы 5 миллиард 70 миллион теңге. Касательно Жайсан, начато в 2014 году. 2014 жылы Жайсан елді мекеніне газ құбырын тарту жұмысы басталды. Биыл қаражат бөлініп, бұл жұмыс аяқталды. Бұдан өзге ағымдағы жылы Мәртөктің Қазан ауылы, Қарғалының Кемпірсай, Байқадам, Шалқар ауданының Шетірғыз ауылдарына газ тарту бойынша жобаны іске асыру басталды. Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамымен арада қол қойылған меморандумға сәйкес құны 14 миллиард 300 миллион теңге болатын 12 жоба іске асырылмақ. Дәлірек айтсақ, 317 шақырымды құрайтын газ құбыры Әйтеке бидегі Комсомол, Қарғалыдағы Қосестек, Мұғалжардағы Талдысай, Еңбек Алтынды, Ойыл ауданының орталығы, Алғадағы Үшқұдық, Хромтау аудандағы Аққұдық ауылдарына тартылады. Сондай-ақ Ақтөбе және Қандыағаш қалаларындағы автоматтандырылған газ бөліп тарату станциясының құрылысы басталады. Осы жылдың соңына дейін 12 аудан орталығы газбен қамтылады деп жоспарлануда. Бұл дегеніңіз 109 елді мекенде тұратын 715 мың тұрғынның көгілдір отынға қол жеткізуі. Алайда облыс әкімі құрылыс монтаж жұмыстарына көңілі толмайтын, жауапты мемлекеттік органдардың бұл іске салғырт қарайтын жеткізді. Мен ол халықпен талай кездестім. Ол кісінің алдында уәде беріп едім. Осы 2016 жылдың бірінші жартыжылдығында толық газбен қамтамасыз етеміз деп. Бірақ өкінішке орай орындалған жоқ. Облыс әкімінің орынбасары нашар қадағалайды. Облыстық басқарма осыған жауап беретін жұмыс жасамайды. Одан кейін мердігерлер де өзіне алған міндеттемелерін орындамайды. Жиында белгілі болғандай, мердігер компания Оксибилд жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Ойыл ауданының Ойыл ауылына, Ырғыздың Ырғыз ауылына газ тартуда келісілген міндеттерді орындамаған. 2015 жылдың желтоқсанында аяқталып бітуі тиіс жұмыстар әлі күнге дейін кешеуілдеп жатыр. Облыстық прокуратура мен экономикалық қылмыстарды тергеу қызметіне осы серіктестіктің мемлекеттік тапсырыс аясындағы келісімшарттық міндеттерді орындау әрекетін тексеру тапсырылды. Гүлбағда Қайратқызы, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе. Ақтөбеліктері Конституция күнін жоғары дәрежеде атап өтті. Ата заң мәртебесін ұлықтауға арналған мерекелік шаралар легі тұңғыш президент атындағы саябақта кешкілік өткен кең көлемді концертке ұласты. Елдігімді айшықтаған ата заң концерттік бағдарламасы аты айтып тұрғанындай Ақтөбе жұртын отансүйгіштікке насихаттады. Тұңғыш президент атындағы саябақта қалықтаған домбыраны қала тұрғындарын еріксіз баурап алды. Еліміздің ең басты мемлекеттік мерекелерінің бірегейі Конституция күнінде ақтөбеліктер үшін ұйымдастырылған мерекелік салтанатқа келгендер дарынды ұл-қыздардың өнеріне тәнті болды. Облыс қала басшылығы да осы шараға қатысып, саябаққа қойылған жергілікті қолөнер шеберлерінің көрмесін, ауыл шаруашылық өнімдерінің шағын жәрмеңкесін тамашалады. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына, мәдениеті мен өнерінің өркендеуіне үлес қосып жүрген тұлғаларды марапаттады. Конституция күні шаңырақ құрған жас отау иелерінде құттықтап, неке қию туралы куәліктерін салтанатты түрде табыстады. Мереке қарсаңында өмірге келген сәбилердің туу туралы куәліктерінде жас ата-аналар өңір басшысының қолынан алды. Бердібек Сапарбаев ақтөбеліктерді құттықтау сөзінде ата заңның ел өміріндегі мемлекеттілікті айшықтайтын құжат екенін тағы бір нықтады. Қазіргі таңдағы көпұлтты Қазақстандағы бейбітшілік, достық, қарым-қатынаста осы Конституцияға негізделінеді. Қандай бір қиыншылықтарға қарамастан өздеріңіз енді күнделікті өмірлеріңізден жақсы білесіздер. Мемлекетіміз дамып келеді, халқымыздың әл-ауқаты, тұрмысы күннен күнге жақсарып келеді. Осының барлығы біздің ең негізгі ата заңымызды сақтап, заңды мемлекет болуға, барлығымыздың заңдарды орындауға құлшынғанымыздың нәтижесі деп білеміз.
Ақтөбе қаласының өнер ұжымдарын, қоғам өміріндегі айшықты шараларға үлес қосқан кәсіпкерлерді, шаһардың дамуы жолында еңбектеніп жүрген әртүрлі саланың қызметкерлерін қала әкімі Ильяс Испанов та марапаттады. Марапаттаулар алғыстар салтанатты рәсімге көрік берген би ұжымдарының әдемі ырғағы сахна төрін төгілтіп жіберді. Ақтөбеліктер мен қала қонақтары үлкен сахналарда танылған белгілі әншілердің өнерін тамашалады. Елдікті, ерлікті, бірлік пен бейбітшілікті насихаттаған патриоттық әндер көпшіліктің көңілінен шықты. Күлімдеп жатқан көлден, көкірай шалғын белден, құбыла соққан желден айналайын. Тілегін тәңір берген, қасиет қонған елден, ел үшін туған ерден айналайын. Айгүл Байменова, Жанаділ Сағиев, Қазақстан, Ақтөбе.